Достар, бізде бүгін жаңа рецепт, өте дәмді шығатын пирог. Осы пирогтың рецепт бойынша сізде жасап көріңіз, описанияға қалдырамын. Видеоға лайк басып қойыңыз. Енді мен рецепті ары қарай көрсетейін. Алдымен осылай бөлме температурасында тұрған майды ыдысқа саламыз. Сосын үстіне қант қосамыз. Енді жұмыртқамызды қосамыз. Келесі біз қопсытқыш қосамыз. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға какаоны қосып араластырып алып барып, осылайынан қосып, жақсылап отырып, бірге араластыратын боламыз. Не басында дәл осылай қасықпен істедім. Енді мен қолыммен жақсылап отырып иледім. Көріп тұрсыздар, дәл осындай тесто шықты. Бұны холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Енді біз сметананы аламыз. Үстіне крахмал қосамыз, қант қосамыз, жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап отырып, барлығын араластырамыз. Дәл осындай болып шығады, видеодағыдай көріп тұрсыздар. Енді үстіне мен осындай печенье, орео печеньесін қостым. Соны жақсылап отырып араластырдым. Енді біз жаңағы тестамызды алып, дәл осылай формаға жаямыз. Тура видеодағыдай етіп жайып шығасыздар. И вилкамен тесіп жібереміз. Сосын жаңағы дайындап алған қоспамызды осының үстіне құямыз. Сонда пирогымыз орео печеньесінің иісі шығып, өте дәмді болып шығады. Өте тәтті емес, чаймен ішкенге өте жақсы пирог болып шығады. Бетіне дәл осылай сәндеп орео печеньесінен қойып шығамыз. Көріп тұрсыздар. Енді біз духовкаға 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне пісті, біздің пирогымыз өте дәмді шығады. Сізде осы рецептпен жасап алыңыз және бізге міндетті түрде тіркеліңіз.